Assalomu alaykum. Bugun 14-qirkuyuk. O'zimning kurashuv sayasida o'sha Almarasandagi sabog'imiz boshlab hozir maqsad qalg'ag'amiz кезекті sabog'ini boshlaydi. Assalomu alaykum dostlar. Alaykum assalom. Кезекті sabog o'zingiz. Qolbasтай savdo қазір. Қазір я сөйтейік. Qolbasтай бергеніміз үшін. Ал құрметті Meni mikrofonda mı? ғашық азаматтар, тауға жанығы бар азаматтар, тыңдаушылар, бүгін біз сабағымыз кішкене ерекше форматта өткізгіміз келіп отыр. Көпшілік алдында сөйлеу өнері. Ол бәрімізге керек деп ойлаймын. Өйткені жетістіктің 70%-ы дұрыс сөйлеу арқылы келеді екен. Сіз қанша жерде мықты білікті маман болсаңыз да, егер де халықтың алдына шығып, өзіңіздің көзқарасыңызды айта алмасаңыз, онда жетістіктің 70%-дан айырыла бердіңіз деген сөз. Сондықтан бүгін соның біраз техникаларымен бөлісейік. Ол практикалық тұрғыда болу үшін арамыздан екі адам ерікті. Қазір Жандарбек ағамыз және насихат бауырыңыз. Сіздер осында шығып, өздеріңіз туралы айтып берулеріңіз керек. 2 минут уақыт беріледі. 2 минут уақыттан кейін соңғы бір 10 секунд қалғанда мен бүйтіп қол көтеремін да, бітті уақыт дегенде сіздер тоқтау керексіздер. Айтып болмасаңыздар да, жаңағы 4 дүниені қамтисыздар. Өзіңіз туралы, өмір баяныңыз қысқаша, мамандығыңыз, кәсібіңіз, немен айналысып жүрсіз? Үшінші, қандай хоббиіңіз бар? Төртінші, кімдердің алдында сөйлеп жүрсіз? Сол туралы айтып беру керексіз. Егер де 1 минутта бітіріп қойсаңыз, онда біз үндемей тұрамыз. Тағы 1 минут күтеміз сіз. Сөйлеуіңіз керексіз ғой қысқасы. 2 минутқа толтыр. Ал енді 2 минуттан асып кетуге болмайды. 2 минутта тоқтау керек болады. Сол кезде болды деген кезде бәріміз шапалақ ұрсақ, иә? Барлықтарыңызға бір өтініш, осында сөйлеп тұрған адам сізбен қанша рет көз байланысын ұстады. Сіздің көзіңізге тіке қанша рет қарады. Соны санап тұрсаңыздар іштей. Өтініш сол, иә? Іштей санап тұрыңыздар. Дыбыстап емес, білдірмей ешкімге. Уақыт кім басады? Келістік. Онда уақыт кеттік. Жандарбек аға? Қанша уақыт басадыңыз? Бар екен ғой. Уақыт тоқтағанда айтамыз ба? Уақыт тоқтатып айтамыз ғой, ал, мысалы. Бастап. Ал, құрметті, менің оқырмандарым деп айтайын. Мені жаңағы тамашалап жүрген, осы салауатты өмірді қолға алып, түсініп, тауға шыққан жігіттер деп айтайын ба, ер азаматтар, ел азаматтары, нағыз өзін сыйлайтын, елді құрметтейтін, халқымызға жанашыр, отбасының бақытты болуына әрекет ететін жігіттер деп түсінем. Жалпы мен Шымкент облысында Сайрам ауданы кішігірім ауыл Бескепе деген ауылда туылдым. Бескепе деген ауыл бір 50 шақты ғана шаңырақ. Отбасында 11 бала өстік. Ата-анам жай қара шаруа семьяда өстік қой енді. Жұмысшы, колхозда жұмысшы болған. Әкем арба айдаған, мәселен соларды білемін. Пашелем болған, жаңа жер жыртып, жет суғарған. Анам болса сол балабақшада былай жұмыс істеді, содан кейін колхозда қарап жұмыс істеген ғой. Біз де сол ауылда шаруа семьяда өстік. Әлгі жер жырттық, үйдің жаңа кезде малын бақтық, шөбін ордық. Бірақ бізді ата-анамның рахметі еш уақытта бос уақыт жібермеген ғой. Тек қана жұмысқа сала берген. Оқы дейтін, бірақ оқуға алыс болғанбыз. Енді мамандығыма келетін болсам, мен мал дәрігері институт бітірдім. Бұндадан бойыма біткен әлгі намыстың арқасында оқыдым. Кітап оқып, жалпы менің өзімді көзқарасын өзгерткен кітап. Егер мен кітап оқымағанда, сол ауылда малын бағып жүрерім ғой, ашықшасы. Сол кітап мені бір кісінің қатты боқтаған сөздері мен осындай биікке жеткізді. Осындай қазір елдің алдында сөйлеп, ұялмай жүр. Мен адам бетіне қараймайтын, көзіне қараймайтын, ынжық болатын. Адамға деген бұлай айтқан уақытта қалай айтайын, соны мынау бизнес арқылы өстім ғой, ақша арқылы. Болды уақыт. Пашелет! Жандарбек аға, рахмет. Маған болмайды екен егін. Сағатып сөйлемесек. Бәрекелді. Ал енді былай болсын. Жандарбек ағамыз сөйледі. Енді Жандарбек ағамызға кері байланыс жасайық. Сіздер төреші болдыңыздар, көрдіңіздер, тыңдадыңыздар. Қандай жақсы жақтарын байқадыңыздар сөйлегенде? Қандай артықшылықтарын байқадыңыз? Адам көзіне қарап сөйледі. Көзіне қарап сөйледі.
Қалай сөйлейді? Еркін сөйлейді. Ол кісі өзін еркін ұстайды. Позитивті сөйлейді. Жалпы Шынайылық бар. Ол да өте тыңдаушының алдына шыққанда шынайы болмасаңыз ол көрінеді. Қарапайымдық бар. Қазақылық бар. Қазақылық бар. Құндылық, өзі туралы жақсы баяндап берді. Еңбекқорлық. Тамаша. Меніңше жеткілікті сияқты. Ал қандай кемшіліктері бұл? Бізге қарамады. бұл жерде жоқ негізі Қарамай қалды ма? Қанша рет қарады? Көздеріңіз бір рет қарады. Бір рет 24 24 рет қарады. Негізі байланысы камерамен болды, иә, көбісі осы жаққа қарады. Сол. Енді ол да бір не да дамытатын дүние. Біз кейде байқамай қаламыз, жаңағы көпшіліктің алдына шыққан кезде бір жаққа қарап сөйлеп қалуымыз мүмкін. Ал енді әр адаммен бүйтіп байланыста отырмасаңыз, онда ол кісілер қызық болса ғана тыңдайды да. Ал қызық емес болса, телефон шұқылап, жаңа Инстаграмға кіріп, басқа өзінің шаруасына кіріп кетуі мүмкін. Сондықтан көпшіліктің алдында сөйлеген кезде алдыңыздағы адамдардың әрқайсысымен ұмытпай байланыс орнатып отырса керек екен. Мұнда 20 адам тұр. Ал енді ойлаңыз, 200 мың адам алдында тұрған кезде, онда қалай көздеріне қарап үлгересіз? Міне сондай сұрақ. Қалай көздеріне қарап үлгересіз? үш бағытқа бөлетін шығар. Оны бір 4-5 бөлікке бөлу керек екен. Арты екі жағы, алдың екі жағы ортасы депші, иә. Сосын сол блоктарға кезек-кезек қарап отырсаңыз болды екен. Бәрін көзіне қарау шарт емес, ондай кезде. Сонда бір блокқа қарасаңыз, ол жақтағы адамдар бізге қарап отыр деп қарайды. Екінші жаққа қарайсыз, ар жағына қарайсыз, ортасына қарайсыз, сөйтіп арасынан ара кетіп салып отырсаңыз, аудитория сізбен бірге байланыста отырады екен. Сосын Жандарбек ағаның енді үлкен артықшылықтары, ол қол алу жоқ Жандарбек аға. Сөйлеп үйренген, көпшіліктің алдында сөйлеп жүр. Қолын, жесттарын қолданады әдемі. Дәл осылай сөйлеп жатқаны Жандарбек ағаның көсіліп, ашылып жатқанын көрсетеді. Сөйлеген кезде сөйтіп сөйлеген дұрыс. Және де сіз былай тұрғаннан көрі, қолыңызды былай сермей бастасаңыз, сенімділік пайда болады өзіңізде. Анау қол алуды жеңіп бастасайсыз. Сондықтан көпшіліктің алдына шыққан кезде, бүгін қандай тамаша күн, сіздерге жақсылық тілеймін, қандай жақсы деп қолыңызды сермей берсеңіз, ол өте сізге сенімділікті көрсетеді екен. Анау Гитлердің саясаткер ретінде мойындалмайды ғой, бірақ оратор ретінде мойындалған адамдар. Оның кабинеті осындай дөңгелек болған екен. Дөңгелек және айна болған ғой, жан-жағы. Сонда ол бүйтіп тұрады екен да, өзін жан қырынан көреді екен ғой, бүйтіп тұрған кезде мен қалай көрініп тұрмын деп. Былай қолымды сермесем қалай әсер болады екен. Мен былай сөйлегенім дұрыс па, жоқ әлде мына қырмен сөйлеген дұрыс па? Жаңағы өзінің әсер ететін қырын таңдайды екен. Мен өзімнен байқаған бір ретте Азамат деген бағдарлама болған. Сол кезде біз сөйлейтінбіз ғой, ана камераға жаңағы микрофонды алып. Бір күні мен сөйлейтін уақыт енді келді. Бәріміз үйде қарап отырмыз, кәдімгі мен сөйлейін. Содан кейін бір жігіт сөйлеп бастады. Мынау кім деймін? Дауысы маған ұқсайды. Бірақ мен емеспін, анау жаңағы танымаймын, мынау кім деймін да. Сөйтсем анау үлкен камера келгенде мына қырынан алған ғой былайша. Мен айнаға былай мына қырынан қара көрмеген ғой өмірше. Айнаға деген жігіттер болғаннан кейін алдынан қарайсың болды ғой енді. Сөйтсем мына жағым басым жалпақ жаңағышы. Қайдан білейін мен басым дөңгелектеп жүрмін ғой. Мына қырынан алған кезде танымаймын ғой өзімді. Байқайсыздар ма? Сосын қыздар да көбінесе тойға әрленеді, күштілеп сәнденеді, әдемі көйлегін киеді, тілек айтады. Кейін үйдегілер тойдың видеосын қарап отырғанда бүкіл қыз-келіншектер ойбай, айналдырып жіберсіз, позор, ұятай деп отырады да. Мен айтамын да, не үшін ол позор, не үшін ұятай? Сен ең әдемі көйлегіңді кидің, ең әдемі макияжыңды жасадың. Сол күндегі әдемілігінің бәрі салып тұрса өзіңе қарағың келмейді дегенде, ол өзіне айнаға қарайды екен, қырынан да қарайды екен, бірақ сөйлеп жатқанда адам өзгереді екен ғой. Айнаға қарап сөйлемейді екен. Сондықтан да ол айнаның алдында тұрып сөйлеу де, ол сіз өзіңізді тану. Өзіңізді видеоға түсіріп жан-жақтан, мысалы мобиланы ұстасаңыз да жан-жақтан өзіңізді видеоға түсіріп қарап отыру керек екен. Өзіңізді сыни қарап, қай жеріңізді дамыту керек. Өзіңізді жан-жақты танысаңыз, сонда сіз өзіңізге деген сенім пайда болады. Сондай бір тәжірибе бар, соны меңгерейік достар. Жандарбек ағаға жақсылап тұрып қошемет беріп қояйық. Рахмет. Ал енді насихат бауырымызды ортаға шақырайық. Ал енді бар ғой жігіттер, бір ауыз сөз. Осы ынжық болған адам бетіне қарап сөйлей алмайтын, ұялша сондай адам болып өсіп, қалай мен осындай нәрсеге, осындай мақсаттарыма жеттім.
Білесіңдер ме? Осының бәрі бар ғой, еңбекпен қайтпайтындығындықтан, еңбек жасап, жұмыс жасап, сауданың арқасында адамдармен қатынас жасай білдім, сөйлесе білдім, жай ашыла бердім да. Қазір баяғы Жандарбек пен қазіргі Жандарбек ол мүмкін емес нәрсе ғой. Бәлкім мектептегі менімен оқитындар мені танымайды да. Неге? Себебі мен мектепте көрінбейтін. Сөйлесе алмайтын, балдармен де жүре алмайтын. Мен өзімен өзім үйіме кетемін да, шаруамды істеп, жұмысын жасай беретін ғой. Жалпы адам ашылу керек қой. Өз-өзін аша білейік, жалпы қоғамға еңбек сіңіріп, жұмыс жасай білейік. Отбасына, мына бала шағамыз бар ғой. Балдарымыз біздер үшін мақтанып өсу керек қой. Мен балдарым мысалы әкем үшін мақтанады да, қандай қуаныш негізі. Сондықтан әрқайсымыз үлгі әке болады дейік. Бәрекелді. Ал енді насихат бауырымызға. Келесі насихат бауырымыз. Шеше сала ғой. Болды. Тұра берсін. Қазір әлі бауырым. 2 минут есептейміз, сол кезде басқа дегенде басқа. Қазір тұратыңыз, ә? Бастаңыз. Баршаңызға тағы да ассалаумағалейкум. Осындай жайдары күнде, осындай әдемі тауда кездескеніме сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Ең біріншіден менің есімім Шопан Насихат болады. Енді мені жақсы тану есте сақтау ретінде тегім Шопан, атамның аты Бұзау. Осылай сақтап болсаңыздар болады естеріңізде. Марқұз университетінің түлегімін. Есеп және аудит мамандығын бітірдім. Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы деген, сол аржағында Сенек дейтін ауылдан боламын. Жалпы ауылыма кішігірім тоқталсам, оның бір жағы тау, бір жағы құм, ортасында орналасқан ауыл. Яғни Сенек деген сөздің өзін жақында зерттегенде ық деген мағынаны береді екен, яғни екі ортада тұрған. Менің жұмысым Жаңаөзен қаласында қарапайым мектепте бас бухгалтер болып жұмыс жасадым. Осымен 1 жыл, осы еңбек демалысына алғаш рет сағынышымды басып, студенттік өмірмен бұрынғы естеліктерімді еске алу үшін осы жаққа қайтадан келіп тұрмын. Сол кезекте сіздермен кездескеніме өте қатты қуаныштымын. Одан кейінгі менің хоббиім бос уақытымда қағаз жимайлау, шығарма жазу, эссе жазу, кейде ақындық мүшайра өлең шығару, одан бөлек домбырада дәстүрлі ән, Маңғыстаудың ақын жырауларын зерттеу, термелер айту, жыр айту, жалпы өзімнің хоббиім. Елдің алдында сөйлеу деген кезде менде бұрын университет қабырғасында жүргенде дебатта ғана көбіне жиі шыққан кездерім сол. Одан кейін енді сөздің шыны керек, көп елдің алдына шығып сөйлеген жоқпын, сол үшін де маған бүгін кішкене ыңғайсыздау болып тұр. Тек жұмыстағы жұмысшылармен, одан қалды үйдегілер қарым-қатынас жасайтын достарым, бауырларым болды. Сондай қарым-қатынас. Сөйлеңіз. Бар, 10 секунд. Баршаңызға танысқаныма қуаныштымын деп. Сіздерге баршаңызға рахмет, осындай ортаға шығып сөйлеуге үлкен мүмкіндік беріп жатқан. Болды. Қуаныштымын. Ал қосыңыз. Ал енді насихат бауырымызға кері байланыс жасайық. Бірінші жақсы-жақтарды айтамыз. Өйткені психологияда сондай екен, адамға сын айтқан кезде бірден сын айтып нетсеңіз, ол адам қабылдамай қалады. Бірінші жақсы жағын сосын барып дос ретінде қандай жерді толықтыру керек. Ал қысқа нұсқа өзін еркін ұстады. Тағы Шебер ғой енді, сөзге шебер. шеберлігі бар, қолын жестін пайдаланып тұр. Батылды айту келе ма? Қалай? Бүгін бірінші рет шығылды. Ақындық қасиеті бар. Ортаға келіп өзін таныстырып отыр. Ол да батылдық, иә? Қаншама азаматтар мұнда шығады деп едім. Көбісі ойлап қалып, шықсам ба, шықпасам ба деп. Жандарбек аға прямо қай жерге болса да ғой бара береді мысалы. Мысалы 2 минут аз болып қалды. Елдің алдында сөйлеу, инстаграмда сөйлеу. Ел алдында сөйлемеген жігіттерді шығару керек сияқты. Сол кезде жігіттер сөйлесіп көруге болады. Арасында бір жігітті сөйлесіп көрейінші. сөйтейік. Қандай болады? Қазір бізде негізі уақытымыз былай шектеулі. Мен ойлаймын, бұл сабағымызды жалғастырайық бірнеше рет болсын. Әр таңғы екі адамнан сөйлеп отырсын, өзін таныстырып, сосын қай жерін жетілдіру керек, қалай дамыту керек сол туралы айтып отырамыз сіздерге. Насихат бауырымыздың жақсы, қабілеті жақсы, өзін жақсы жеткізді ұстады, дауыс тембрі бір қалыпты, ол да жақсы. Ал енді бірақ халықтың алдына шыққанда кішкене қосу керек ана. Интонация дейді ғой, ол жаңағы баяу сөйлеп, қатты дауыс ырғағын көтеретін жерде көтеріп жіберіп, сосын барып ақындап түсіріп жіберіп, сондай бір интонацияның ауытқуы болмаса, халықты үнемі ұстап отыру назарда қиын. Әйтпесе азаматтар біраз уақыттан кейін ұйықтай бастайды. Сол үшін
біресе қатты барып көтер деп сосын түсіріп жіберіп сөйтіп отыру керек. Сосын жаңағындай сұрақ қоя алу керек. Сұрақ қойып көпшілікке. Ол сұраққа ол көпшілік жауап беру шарт емес. Сұрақ қойдыңыз, ол ойланып жауап берсем ба деп тұрған кезде өзіңіз айта беріңіз. Бірақ ең маңыздысы сіз байланыста отырсыз. Назар аударып отырсыз. Сондай өзінің бір реттіліктері бар. Сосын көпшіліктің алдында сөз сөйлеген кезде тұрудың да өзінің реттілігі бар. Мысалға, екі кісі де шыққан дұрыс тұрды. Иықтың көлемінде тұрады екен ғой, аяқ дегенше. Бұлай екі иықтың көлемінде тұрады. Талтайып тұрмаймыз, жаңағыдай бүйтіп тұрмаймыз дегендей өзінің бір реттілігі бар. Және қол қалай тұрады? Қол былай тұрсаңыз бір бастықсыз, былай тұрсаңыз тағы бір әкімдер сияқты, сондықтан олай тұрмайсыздар. Қалтаға салып алып өзіңіздің замандастарыңыз алдында, ал енді көпшілік сыйламағандық болады. Сондықтан ең дұрысы мынандай екен. Әлемде осы мойындалған. Бәрін қараңыздар, Маргарет Тэтчер, бүкіл әлем саяси, бүкіл жаңағы Барак Обама болсын, басқа болсын, журналистерде көпшілік алдында сөйлегенде мынандай бір үйшік ұстайды қолға. Концентрация сияқты ғой, үйшік ұстайды. Сосын анау Алан Пиз деген кісі бар, езік тела деген, соны үйрететін әлемде мықты не бар, тренер бар, Брайан Трейси сияқты. Сол кісі де айтады, былай тұру керек дейді. Егер сіз бүйтіп тұрсаңыз дейді, бұл бір өзіне деген сенімділікті көрсетеді дейді. Сіз бүйтіп тұрсаңыз дейді қолыңызды, мынау уайымдап тұр, өзіне сенімсіз, мынау білмейді екен деп ойлайды. Ал енді сіз сөйлеп жатқанда былай үнемі. Осындай жаңалықтар болып отыр. Қазір әлемде сондай адамдар ойлайды, мынау біледі. Бұл енді сізге сенімділік береді. Сол бір жақсылық. Сосын бұның бір жақсы жері жесқа да пайдалану ыңғайлы да. Көтересіз, күн қандай тамаша, бүгін күн сәтті болсын, қайтып қалпына келтіру де оңай, тез. Былай тұрсаңыз, күн қандай тамаша деп артқа келтіріңіз. Мынау өте әдемі да. Сосын осы реттілікті ұмытпауға тырысайық. Қолды түсіріп тұруға болады екен. Ол бір жол былай, бір жол былай. Қолды бірақ түсіріп тұрған кезде жұмып алмаймыз. Былайша, былай тұрмаймыз деген. Ол болмайды. Спортшылардың сөйтіп тұрған жақсы көреді. Бірақ қол ашық болады, алақан ашық болады. Және де бас бармақ сәл бұрылып тұрады қалыпқа қарай. Мен ашықпын, сіздермен еркін сөйлескім келеді деген білдіреді. сосын күліп шығамыз, күлімсеп, жымиып тұрамыз. Аудитория оны бірден қабылдайды. Тіпті сіздің айтатын сөзіңіз күшті болмауы мүмкін. Айтатын сөзіңіз көп білімге толы болмауы мүмкін. Бірақ сіз күліп шықсаңыз, соның өзі жеткілікті. Аудитория сізді өте жылы адам екен, жақсы адам екен деп қабылдайды. Сонда аудиторияда бірақ тағы бір ондай адамдар кезігеді. Алдында мүмкін бір мықты зиялы тұлғалар отыруы мүмкін. Олардың алдында сіздің мысыңыз кішкене басып қалуы мүмкін. Сонда олардың алдында сөйлеп тұрған кезде олар бүйтіп қалған ұшып тұрудан мүмкін. Кейбір кісілер бар сұсты, сосын деп кішкене өзіңізді нетіп қобалжуыңыз мүмкін. Сол кезде бірден аудиторияға басқа адамдарға қарау керек. Кейбіреулері күліп тұрады. Кейбіреулері ал бастай ғой қарағым деп кейбір кісілер сондай жақсы энергия. Сондай азаматтарға қарап ең алғашқы сөздеріңізді амандасқандағы қайырлы күн құрметті халқым, қандай жақсы күн керемет, бүгінгі күн сіздердің өмірлеріңізде ең сәтті күн болсын, берекелі күн болсын деген сөздеріңізді сондай адамдарға арнап сөйтіп бастау керек. Сонда сіз қобалжуыңызды жеңесіз, адамдармен байланыста орнатып кетесіз. Сондықтан да осындай қарапайым ғана дүниелерді жаттап жүрейік, біліп жүрейік. Мынау қолдың да қоюы бар. Қолдың да қоюы бар екен. Қолдың мысалы сөйлейді, қол сөйлейді. Біз сол үшін де айнаның алдында жаттығу керекпіз. Қандай жест сізге, сіздікі. Бұрында мен халықтың алдында сөйлегенде сөйлей беретін қалаймыз ғой. Дебатпен айналысқам ғой. Бірақ бір күн айнаның алдына бір видеоға түсіріп қарасам ана видеоны. Қолдарым былай тұр ғой, былай. Сосын барып түсіндім, ол қолды дұрыс қою керек екен. Ол нету керек екен. Мысалға, бір ғана мәселе. Мына қараңыздаршы. Рәке, сіз мұнда тұрсыз, мына жаққа қарай өтсеңіз. Айдың бауыры, сіз мына жаққа өтсеңіз. Сіз былай қарай өтсеңіз. Орындауға дайын тұрсыздар, дұрыс қой? Ал енді былай істесеңіз. Рәке, сіз мына жақтан тұрып, мына жаққа өтіңіз. Сіз мына жақтан тұрып, мына жаққа өтіңіз. Мен даусымды өзгерткен жоқпын. Но бірақ ол жөн сізге ұнамады, кішкене ұнамады. Ал енді былай айтсамшы, Рәке, сіз мына жақтан тұрып, мына жаққа өтіңіз. Ал сіз мына жақтан тұрып, мына жаққа өтіңіз. Сіз мына жақтан мына жаққа өтіңіз. Бұл кәдімгідей өктемділікті көрсетті. Ал сіз былай өтіңіз. Сіз былай өтіңіз. Көрдіңіз ба?
мынау алақанның өзі көп нәрсені айтып тұр ғой. Былай айтсаңыз, ол ашықтықты көрсетеді, жақсы байланыс. Ал былай айтсаңыз, уже өктемдікті көрсетеді. Сен бұйрық тұрғандай болып көрінесің. Сондықтан да былай айтсаң, чұқып тұрғандай, бүйтіп тұрғандай болып көрінесің. Сондықтан да оның да өзінің бір реттіктері бар екен. Меніңше осымен бүгін жеткілікті. Бәрекелді. Келесі күндерде Бүгін тағы керемет ораторлар дүниеге келді. Бүгін жалпылама өмірге өте керемет тема болды ораторлар. Жігіттер шетінен оратор болайық та білгенімізді елге айтайық. Вот, бәрекелді. Ораторлықты қаншама ақшаға сатып алғанша міне тегін сабақ Алматы қаласының тұрғындарына еркін мүмкіндік. Келіңіздер. Күнде негізі медеуде боламыз. Медеудің жолы бүгін жабық болатын Алмарасанға келдік. Әр күні бізде осы өзіңмен күрес жобасы, таңғы жаттығу, салқын су, одан кейін осы бізде 15-20 минуттық сабақ болады. Алматының тұрғындары ерте жатып ерте тұрып осындай алаңға келіңіздер жігіттер. Өздеріңізбен күресіңіздер, өздеріңіз оятыңыздар. Және келуге мүмкіндік жоқ басқа қалада, басқа ауылда тұратыңыздар. Осы каналда, осы арнадан үзілмеңіздер. Және күнде әр күні бір керемет сабақ болыңыздар. Жазып, білімді болайық. Аратыл сабақ тыңдап сразу сөйлеп кеткен ба бейті деп. Сонымен қатар қол бейіп кетсеңші. Сонымен достарды. Бәрекелді. Рахмет Мақсат аға. Көп рахмет. Керемет сабақ болды. Пайдалы болса қуаныштымын. Мақсат ағамыз қандай қарапайым. Бәрекелді.